бір аңыз әңгімені айтайын. Ерте заманда қазақ даласына шабуыл жасаған дұшпанның қалың қолы бір қаланы қоршап алады. Қалаға келетін ауыз суды тоқтатып қорғаннан өте алмаған жау халықтың берілуін күтіпті. Бірнеше күн өтсе де қала берілмепті. Сонда дұшпанның әскер басы қалаға өртеп күл талқан етпек болады, бірақ аналар мен әйел қыздарды өлтіруге дәті бармайды. Сондықтан мынадай бұйрық шығарыпты: қаладан көтергенше жүк алып, әйелдердің кетуіне ғана рұқсат етемін дейді. Әйелдер, аналар, қыздар бір-бір қапшық арқалап қаладан шығып кетеді. Аналар қаладан шығып кеткен соң жау әскерлері қалаға баса көктеп кіреді. Қалада бірде-бір еркек жоқ. Жау әскерлері таң қалады. Сөйтсе, әйелдер ер азаматтарын қапқа салып көтеріп кетіпті. Қыздар ағалар мен інілерін, аналар күйеулерін, ал кемпірлер шалдарды қапшыққа салып көтеріп қаладан шығып кеткен екен. Міне әйел аналарымыз осындай болған. Қазірде егер дәл осындай жағдай туатын болса, әйел аналар ер азаматтарын, перзенттерін далада жау қолында қалдырмайды. Ал ер азаматтар, біз ше? Біздің қолымыздан осындай ерлік келе ме? Мойындайық, ер азамат қадірлі болса, ол аналардың арқасы. Әкені ұл қызы құрметтесе, бұл да аналардың еңбегі мен тәрбиесі. Ендеше аналарды аялайық. Олар ең биік құрметке лайық.